Сәлем балалар, бүгін 316 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы берілген сурет бойынша сипаттау мәтін құрастырамын. Қатені табамын және түзеп жазамын. 51-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Мен оқып берейін. Аса өзен арқырап, асқар таудан дүркіреп, айдын жатыр жарқырап, алды дала бір түлеп. Тапсырма: сын есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Асау, қандай өзен? Асау өзен. Асқар, қандай? Қандай тау? Асқар тау. Келесі тапсырма: сын есімнің қай сөз табымен байланысып тұрғанын тап. Бірінші асау сөзі зат есіммен байланысып тұр, яғни өзен сөзімен. Келесі асқар сын есімі тауда зат есіммен байланысып тұр. Ал жарқырап сын есімі шатыр етістігімен байланысып тұр. 52-ші жаттығу. Суреттерге қарап, онда нелер бейнеленгенін айт. Суреттегі заттардың белгілерін ата. Көлемін, түсін, пішінін және дәмін. Ал бірінші суретте бізде алмұрт. Көлемі кішкентай, түсі жасыл, пішіні сопақша, дәмі тәтті. Екінші суретте сәбіз. Сәбіздің көлемі орташа, түсі сары, жапырағының түсі жасыл, пішіні ұзынырақ, дәмі тәтті. Үшінші бізде құлпынай. Құлпынайдың көлемі кішкентай, түсі қызыл, жапырағы жасыл, пішіні сопақша, дәмі тәтті. Келесі бізде лимон. Лимонның көлемі орташа, түсі ақшыл сары, пішіні домалақ, дәмі қышқыл болып келеді. Келесі бізде шие. Шиенің көлемі кішкентай, түсі қызыл, пішіні домалақ, дәмі тәтті болып келеді. 52-ші жаттығудың тапсырмасы: өзін қалаған бір сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырып жаз. Сын есімнің астынсыз. Мен лимон алдым. Лимон бойынша сипаттау мәтіні. Лимон бұл лимон ағашының жемісі. Лимонның көлемі сопақшалау, сары түсті, қалың қабықпен қапталған. Ішіндегі шырын жемісі 8-10 бөлікке бөлінген. Сыртын жұқа ақ қабық жауып жатады. Шырынының дәмі қышқыл болып келеді. Асқазанды қуаттандырады, шөлді басады. Іш өткенге қарсы пайдасы бар жеміс түрі. Асты сызылған сын есімдер сопақшалау, сары, қалың, жұқа ақ қабық және қышқыл. 53-ші жаттығу. Сын есімдер қатарын тап. Бірінші қатар: күрек, шеге, жасыл, келу. Бұл жерде тек бір ғана жасыл сын есімі бар, сондықтан бұл қатар жатпайды. Екінші қатар: піл, мөлдір, тұнық, маймыл. Бұл жерде екі ғана сын есім бар екен, мөлдір және тұнық, сондықтан бұл сын есімдер қатарына жатпайды. Үшінші қатар: терең, жарық, қызыл, қою. Бұл барлығы сын есім, яғни сын есімдер қатарына жатады. Қандай деген сұрақтарға жауап береді. Терең, қандай, терең, қандай, жарық, қандай, қызыл, қандай, қою. Төртінші қатар: балапан, даңқурай, үлкен, жүз. Бұл жерде бір ғана сын есім, үлкен, яғни бұл сын есімдер қатарына жатпайды. Келесі 54-ші жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп көшіріп жаз. Үшкір тұмсық, сұр шымшық, сордан ұшты құрт шымшып. Сын есімдерді тап. Қандай тұмсық? Үшкір тұмсық.
Қандай шымшық, сұр шымшық. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.